Жастарда бір ұшақ адам бар. Оны қазір көрсетеді. Бұның өзі бізге үлкен міндет. Біздің еліміз үшін біздің мемлекетіміз үшін. Балаларға жазу деген нәрсені біздің авторларымыз ойлайды. Бас бәйгені Қазақмыс корпорациясының бас директоры Бақтияр Әбдірахманұлы Қырықбаш мырза тапсырады. Қазақмыс тобы мен Қазақстан Жазушылар одағының ұйымдастыруымен өткен балаларға арналған әдеби шығармалардың балауса бәйгесінің бас жүлдесі иегері Төлеуғазы Бейсенбек марапатталды.